Армысыздар, амансыңдар ма? Мұсылмандар тарапынан Құранның бір әрпі де өзгермеген дейтінге келетін болсақ, онда түркілердің де бір әрпі өзгермеген. Қалай дейсіңдер ғой? Мына Күлтеген жазуындағы бірде-бір әріп өзгермей, таста қаша болып тұрған жоқ па? Оны кім өзгертті? Ол өзгермей сақталып келген жоқ па? Сол түркі жазуы қазіргі біздің заманымызға дейін келді. Бірақ оны біз түсінбедік қой. Біз болғанда. Оның ұрпақтары бір ғасырға дейін түсінбей келдік қой. Бұны неғып Құдай жасырып қойған онда? Біздің жазуымызды оқи алмайтын қылып тастайтындай, мына жақтан араб жазуын алып келіп, сонда ол Құдай да арабтардың құдайы сияқты ғой, былай қарасаң. Немесе арабтарға болсадан құдай, сондай. Не арабтардың құдайы, не арабтарды болсадан құдай, не арабтар ойлап тапқан құдай деп ойланып қалмайсыңдар ма? Әй, солар алып келді деп ойламайсыңдар ма? Енді сол жақтан келген құдай біз енді оқи алмай қалдық қой ана жазуды. Өзіміздің жазу екен ғой, айналып келгенде. Жұрттар оқыды ғой енді. Қарап отырсақ, Күлтеген жазуындағы кәдімгі таза түркі тілінде жазылған. Қазір Моңғолия даласында тұр. Ол жерде түркілер өмір сүрген Күлтеген жазуы деп аталады. Сол жазуды біз оқи алмаймыз. Сонда Құдай біздің жазуымызды өшіріп тастап, араб жазуын әкелуі Құдайдың қалауы ма? Ол Құдайдың емес, арабтардың қалауы сияқты емес пе? Сендер ойланбайсыңдар ма? Енді бұл жерде Құдайдың қалауы олай болмайды ғой. Ол арабтардың қалауы екені көрініп тұр ғой енді. Сенің жазуыңды өшіріп, анау Әл-Беру не айтады? Хорезм жеріндегі бүкіл тарихымызды өшіріп, арабтар бәрін жоққа шығарды деп. Енді сол кездегі хат танитын адамдардың бәрін өлтіріп, баяғы біздегі орыстар бізге не істеді? Алаш арыстардың бәрін қырып, қазақтың қаймағын құртқан сияқты, сол кездегі отырықшы түркілердің қаймағын құртқанын Беруни жазып отыр. Екеуі сәйкестік емес пе? Сәйкестік қой. Солай болғаны анық қой. Басқаншы ел бәрін жоққа шығарады. Хат танитын адамның бәрін құртады әрине. Өйткені ол исламды енгізу керек болды. Исламды енгізу барысында балаларды мешітке шақыру, мешіт алдында араб күзетшілердің тұруы, Мауреннахр жерінде. Ол өзінің Мауреннахрдың тарихында ол бар. Өзбектерден сұрасаңдар болады. Өзбек тарихында ол анық жазылған. Мен оны оқыдым. Қазіргі тіпті олардың оқулығында да бар ол керектісі. Сонда да білмеймін. Соны да әдейі кіргізіп қойса да білмеймін. Бірақ сонда да соны біле тұрса да бәрібір. Енді бұл жерде Құдай бар ғой. Құдайдан қорықса да арабтарға не алмайды. Арабтан қатысы жоқ дейді, бірақ арабтың міндетті түрде қатысы бар ол.